Қазақта бір жақсы сөз бар, нар жолында жүк қалмас, қонақсызға құт қонбас дейді қадірлі ағайын. Бүгін мінекей шындығында да болса, Байтөбеттер әулеті көңілдерін мәрт қылып, берекесін арттырып, баршаларыңызға дүбірлі думан жасап, тұғырлы дастархан жайды. Оның бәрі әрине осы Нұрлан мен Сәнімнің себебі, және де өздеріңіздей қадірменді қонақтардың құрметі үшін білеміз қадірлі ағайын. Ендеше баршаларыңызда болса, әулетімізге той құтты болсын, Нұрлан мен Сәнім бақытты болсын деп бір қошеметімізді қойсақ жарасар ағайын. Рахмет, қадірлі қонақтар, құрметті ағайын, тағы да той боласын. Өзі жақсы кісіге бір кісілік орын бар дейді. Сондықтан барша қонақтарымызды осы Байтөбеттер әулетіндегі шаңырағымыздағы дастархан төріне шақырамыз. Той боласын. Енді баршаларыңызда бүгінгі тойымыздың төріне жайғасып болғанменен, бүгінгі тойымыздың негізгі кейіпкерлері жаңа құдаларымыз, сонымен қатар біздің екі жасымыз той түріне енген жоқ. Ендеше сіздердің барша ықыластарыңызбенен, құрмет қошеметтеріңізбен осы әулетімізге үлкен ниетпен келіп отырған біздің жаңа құдаларымыздың атынан, сол жаңа құдаларымыздың атынан келіп, үлкендердің жолын жалап келіп отырған Нұрландай күйеу балаларыңыздың барша жора жолдастарын, бауырларын, баршаларыңыздың бір ерекше ықыластарыңызбен ортаға шақырсақ деп отырмыз. Ендеше содан мінекей Алматы қаласынан келіп отырған Жазира шоудың ару қыздарының бір әсемәлімен біздің жаңа құдаларымызды, яғни Нұрланның барша бауырларын, достарын қарсы алайық қадірлі ағайын. Қошемет, құрмет мінекей. Қошемет, құрметпенен мінекей. Шапалақ ұрайық. Жазира шоудың ару қыздарына бір қошемет қойыңыздар қадірлі ағайын. Той құтты болсын. Құдаларымыздың жолын жалғап келіп отырған Нұрланның барша бауырлары, достары тойымыздың төріне келді. Енді мына қазақта бір сөз бар. Бозағада тұрғанның берекесі қашады дейді қадірлі ағайын. Ендеше біздің Нұрлан мен Сәнімдей қос аққуымызды, қос ғашығымызды бозағада тұрғызбай, берекесін қашырмай, сіздердің бір ерекше ықыластарыңызбенен, құрмет қошеметтеріңізбен той төріне шақырсақ дейміз. Тағы да сіздердің бір ыстық ықыластарыңыз болсын. Жазира шоудың ару қыздары бір ерекше көрініспен қарсы алайық қадірлі ағайын. Той құтты болсын. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүліктің құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы айтатұғын желгесір, о ағайын халық емес ол кесір. Қазақ осы аңғал саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл күлгісір. Қазақ осы аңғал саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл күлгісір. Қадірменді көпшілік, ендеше ортаға Нұрлан мен Сәнімді шашумен қарсы алайық. Қошемет, құрмет мінекей.
жастықта болу керек адам мәңгі. Тірлікте нәрсе бар ма одан мәнді. Қос ғашық бір-біріңе сүйеніш бол, орындалсын жүректің ақ арманы. Жолдарың, жүректерің ақ болсын деп, сендерге ұсынайын ағарғанды. Өмір тойы, көңіл тойы үйлену. Үйлену бұл, мәңгі көктем күйгену. Жаңатаудың қабырғасы қаланып, дүниеге тағы да бір үй келу. Бақыт қой, осы әулетте бағың жанса, өмірдің мұнан өзге мәні қанша. Әйелдің бір бақыты сол емес пе, жанында ақ некелі жары болса. Жүзгендей сыңарақ қу көлде тынып, жарасар жақсы жармен ербекініп. Әйелдің бір бақыты сол емес пе, көрсеге тал бесігі тербетіліп. Өмірде кім бақытты, жауабын таппай талай күн батыпты. Өз үйін нұрға бөлеп жұмақ етсе, сол әйел, нағыз әйел, шын бақытты дейді. Мен саған нағыз әйел бақытын тілеймін. Ал айналайын жастар, ата-ананың ақ үмітін ақтаңыздар, махаббатты мәңгілік сақтаңыздар деп, екі жастың құрметіне қошемет білдіріп қойыңыздар. Екі жүрек ұғынады бір-бірін, аялайды әлдилейді күн нұрын. Айтқаны болсаң сияқты өзіңе, өміріңе бақыт болған құрбыма. Алға, оң қадам мен аттаңыздар мінеге, жолдарыңыз оң болсын мінеге. Қошемет, құрмет. Сондайлардың жолдары бола берсін, келген жылдар қосылған екі жасқа, бақытыңмен бай